Жылда мәлімдеме тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басын ұмытпаңыз. Енді алаяқтық жолмен рәсімделген несиені банктер өтейтін болады. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы Мадина Әбілқасимова мәжілістің жалпы отырысында айтты. Оның айтуынша, биылғы маусым айынан бастап несие беру кезінде биометрия талаптары күшейді. Қарыз берілмес бұрын биометриямен екі факторлы аутентификация жүргізіледі. Жыл басында заңнамалық деңгейде несие алудан ерікті түрде бас тарту норма қарастырылды. Қазір 700 мың адамға ЕКОФ-та бұл норманы қолданды. Енді егерде бұл талаптың болғанына қарамастан несие берілетін болса, онда соттың шешімі бойынша қарыз алушыдан бұл кредит есептен шығарылады. Бұдан бөлек қарыз алушының қатысуынсыз рәсімделген борышты есептен шығару мүмкіндігі де бар. Бұл оның жеке деректеріне қандай да бір жолдармен қол жеткізілген жағдайларда қатысты. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.